Қандай мемлекеттік қызметтегі адам жеке бизнес ашуға құқылы? Нақты кімдерге рұқсат етілген? NoFake KZ осы сұраққа жауап береді. Бірқатар бақ беттерінде мемлекеттік қызметшілерге енді кәсіппен айналысуға рұқсат етіледі деген ақпарат тарап жатыр. Бірден айтайық, бұл фейк. Тіпті бұған Сенаттың баспасөз қызметі де түсініктеме берді. Сонымен 18 желтоқсанда парламент сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның 10-шы бабына бірқатар өзгеріс енгізді. Енді оған сәйкес мемлекеттік қызметке теңестірілген бірқатар мекеменің қызметкерлері жеке кәсіппен айналыса алады. Заңды өзгертуге мына бір жайт себеп болған. 2023 жылы еліміздегі коммуналдық мемлекеттік мекемелердің бірінің директоры Белгібаев есімді азамат мемлекеттік қызметкерлерге жеке кәсіппен айналысуға тыйым салу Конституцияға қайшы деп Конституциялық сотқа өтініш жазған. Оның уәжі қабылданып, сот нормативтік қаулы шығарды. Парламент дәл осы қаулыға сүйеніп, мемлекеттік қызметшілерге теңестірілгендерге бизнеспен айналысуға рұқсат берді. Олар кімдер? Мемлекеттен қаржы алатын, бірақ мемлекеттік емес ұйымдардың қызметкерлері, яғни мектеп пен аурухана басшылары, азаматтарға арналған үкімет қызметкерлері, техникалық және авторлық қадағалау мамандары, бюджеттік немесе мүлікті басқарушы тұлғалар. Бірақ бір шарт бар, қызметтік мүлікті және лауазым пайдалануға тыйым салынады. Ал тікелей мемлекеттік қызметтегі азаматтарға бизнеспен айналысуға рұқсат жоқ. Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің дерегінше 2024 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша Қазақстанда мемлекеттік қызметкерлер саны 84 482 адам.